Мен сіздерге қазір Мадинаның суреттерін көрсетемін. Тек экран алдынан кішкентай балалар мен психикасы әлсіз адамдарды алып тастаңыздар. Міне, Мадинаның туысқандары маған осындай суреттер жіберді. Шынымен де, бір жағынан қорқынышты, бір жағынан жаның ашиды екен. Мен мына суреттерге қарап отырып, шынымен азапталған адамды көргендеймін. Және де мен сене алмайды екенмін. Мадина өз ниетімен барып асылып қалды дегенге мен сене алмаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Мадинаны осындай қадамға біреулер итермелеуі мүмкін бе? Және де айта кететін жайт, біз Мадинаның ісін толыққанды командамызбен заңдық жағынан да, ақпараттық жағынан да өз қолымызға алдық. Бүгіннен бастап Мадинаның туысқандарының құқын біз қорғаймыз. Двойка. Смол осылай кең болып тұрады. Жиырмасын. Дейін белгілі болғанда, біріншіден айтатынымыз, негізі Мадинаны бұл кісілер қайын жұрты 17 жасында алып қашқан екен. Білесіздер, ол біздің заңда Адам ұрлау фактісі. Содан кейін 2 қабат болған жайлы жаңа анасы айтып жатыр, оны сіздерге қазір өзі айтып береді. Содан біз үйіне бардық жаңа. Қайын жұрты Мадиярдың үйіне бардық. Өйткені оған себеп болған Мадинаның анасы Шахло. Сол жақтан қызымның киімдерін алып кетем деді. Барсақ, киімдерді летний кухнясына шығарып тастаған. Бұл кісілер барып еді, скорый тұр екен, жаңа анасы ауырып жатыр екен, Мадиярдың. Бұл кісі кіріп еді, үйге кіргізбей, содан бұл кісіға киімдерін бермей қойды қысқасы. Неге десеңіз, біз қалың мал бергенбіз дейді. Біз қалың мал төлегенбіз, киімдерді сендер өкілмен алып кетіңдер дейді. Қазір енді біз полиция қызметкерлерін ертіп барып, арнайы барып алып кетуге тырысамыз. Өйткені бұл жерде мәселе киімде емес, дүниеде емес, анасының бар арманы қызының киімдерін иіскесем дейді да, үйге алып кетем дейді. Баланы оны соттан кейін шешеміз, жаңа 8 айлық бала бар ғой арасында. Бала кімнің қолында қазір? Бала сол Мадиярлардың қолында. Кім қарап жатыр ол баланы? Білмейміз оны, кім қарап жатқан. Көрсетпейді баланы. Баланы көрсетпеді. Жаңағы Мадиярдың өзі қайда? Мадияр жоқ. Мадиярға қазір мына жерде сұрадық полиция қызметкерлерінен, ол Мадияр тек қана статусы куәгер екен, куә. Әзірге куәгер. Куә, тек қана куә. Әлі статус бермепті. 105-те де, 105-пен іс қозғалды дейді. Сосын көршілеріне сұхбат алдық, көршілері айтып қалды, ұрса енді ұрған шығар, еркек қой, ұрғанда да қатты ұрмайтын дейді. Бұл осы әзірге ақпарат. Енді біз бұл істі соңына дейін апарамыз. Сіздер енді жерлеу рәсімі кезінде де болдыңыздар, иә? Енді неше түрлі ақпаратты, видеолар тарап жатыр, марқұмның енді көрер көзге өте ауыр. Жаңа анасы сіздер көрген шығарсыздар, асылып жатты, асылам деп бір видеоны тарады ғой. Иә, ол видеоны анасы айтады, менің қызым дейді. Ол асылатын болса, маған сәлемдеме айту керек қой адам деген. Сол үшін ол видеоны жалған деп айтып жатырмыз. Сіздер де таратып берсеңіздер, айтсаңыздар соны. Тым болмаса, бала аманат, қараңыз деген сияқты бір ауыз сөз болу керек. Өте ашық болған дейді Мадина. Ондай қадамға бармайтын еді, ақ көңіл, абзал азаматша болған деп жаңа өзі айтып. Сол әзірге осы жаңалық. Үйіне барып қайттық енді, сол Мадияр жоқ екен үйінде.